Нони саған Перизат бір соска беріп алдап қойып, 2 кәмпит берсе не боласың сен деген сияқты ше. Қалайсыздар? Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін менде қызық сұрақ, енді ұлдар қиын болып жатыр жауап беру. Сіздерде енді үйленіп жатсаңыздар, болашақта сіздің анаңызбен Аркенің арасында бір келіспеушіліктер болып қалса, қалай шешесіздер? Азыр бір көрсетіп ойнамадым. Екеуміз сөйлесеміз, менің анам конфликтке мүлдем келмейді келіндерімен. Ағам да бар, жеңгем де бар, мен бәрі. Бұндай ситуация әлі болмаған, ит болмайды деп ойлаймын. Менің анам конфликтке. Негізі бірақ болып қалса сіз араласасыз ба әлде өздері шешеді деген? Болып қалса міндетті түрде араласуым керек. Екі жақпен өзім бөлек-бөлек сөйлесіп шешіп береміз деп ойлаймын. Сіз ше қалай ойлайсыз? Мен Нұржанның айтқанына сенемін. Анасы шынымен де жақсы. Мен негізі үлкен адамдармен жақсы тіл табысамын. Иә, бұл үлкен адамдармен жақсы тіл табысады. Ер азамат үшін жарайды, компромисқа келемін. Екінші сұрақ Нұржан сізге арналған. Мысалы көшеде бір жігіт немесе бір қыз келіп, қолында бір дәу букет болады и бір кішкентай букет болады. Қайсын анаңызға, қайсын қызыңызға бересіз? Әрине анама үлкенін беремін. Өйткені ол кісі мен өмірге алып келген, бұл кісіге бақыт табылады беруге. Бірінші Мына жақта не болып отыр? анама беремін, одан кейін бұл кісіге де мөлдір өтеміз ғой. Сіз ондай жауап қанағаттандырады ма сізді? Ну, пока что, да. Пока что. Негізі сіздің ойыңызша қандай болу керек? Жоқ, жарайды, бір кішкентай букет пока что пойдет, сосын бала туып бергеннен уже только үлкен принимается. Біздің тамағымызға көлік мазақтап отыр, не деген көз. Екі қасық па? Нема ауызса маған бере салыңдаршы, мен де жейін, иә? Көп па? Артық көді. Ауыз қалса, иә? Бір ауыз сатчар енді, көп. 就在明明是有那个小份，没想到会这么少。那这个就是小份会，那个小份今天子大份我送到那有分的。 Қалайсыздар, қайырлы күн баршаларыңызға. Мен негізі жақсарып қалдым, бірақ даусыма қарасаң, как будто әлі де жақсармаған сияқтымын. Но честно айтайын, мұрным бітеліп, сол мені қинап жатыр. Так тамағым жазылды, тамағым алып тұрған жоқ. Бірақ пока ештеңе ішпедім, ешқандай не. Но мама бүгін жазыпты, бір нені айтты, тамақ түсірту керек екен. Резко содан жазылады екенсің. Өзің қолмен қалай, мен қолмен істеп алмаймын ғой оны. И көбісі жазып жатыр, соны система алып жатыр екен, иә, көбісі. Системамен резко жазып жатырмыз дейді. Не знаю, вроде жазып қалдым, көрем. Бірақ единственное сол температура екен ғой, иә, шыға беретін. Кеше болған еді, и бүгін екінші күн таң ата ғой, ұйықтап жатырмын. Басым ауырып тұрып қалсам, с утра сағат 6-ларда өтем. Сөйтсем температурам көтеріліп кетті. Тұрдым да резко не іштім, ибу, температура басады, ибуфен ба, сонда іштім. Нормально ұйықтадым, сөйтем бірақ та терлеп ояндым, терлеп алдым, ұзадым.